Атау, не ойлап отырсыз? Балам, ағайын туысты көрмегелі көп болды. Шулардың басын қосып, бір той берсек па деп ойланып отырғаным ғой балам. Інім, ақшаларды қайдан алдың? Аға, білмейсің бе? Апам зейнетке шықты ғой. Онда маған ше? Апам саған да бөліп бер деген. Міне саған 2. Рахмет. Ата, алақай, Али Мансұр қасқастырды. Ой, қолдым. Қаз-қаз тұрған қадамынан айналдым. Жақсылық көбейіпті ғой. Бұның да тұсаукесер тойын беру керек қой. Мама, шай ішейік. Али Мансұр жасқа толып қалды. Алла қаласа тұсауын кесейік, ала жіппен, иә мама? Иә, дұрыс айтасың, ала жіппенен тұсауын кесейік. Баяғыда енеміз айтып отыратын, жасқа толған баланың тұсауын 3 жіп кеседі деп. Ала жіппен елдің ала жылын аттамасын деп, тоқ шөппен өмірі тоқ, бай-қуатты болсын деп, көк шөппен кесетін жаңағы көркеп, өркендеп, өссін деп баланы. Осы болашақта той жасау керек еді. Болмаса бір кішігірім атап өтеміз ба өзіміз? Иә, ағайын туысқанның басын қосқанда не жетсін? Бәйбіше, ағайын туыстың басын қосып той жасайық. Иә, дұрыс айтасың, мам, дұрыс айтасың. Алақай, той жасайтын болды. Тойымыз той қыласыз бәйбіше. Ой, онда тойға барайық, жүріңдер. Ағайын туыстар құтқамасын. Жайна той, шашу шашқан той, қандай әсем той, берекелі той, бүгін ұлы той, биле көпшілік, бала жүрсін секіріп, осы тойда билеп қал, кейін қалма өкініп, досың болсын өмірде, болсын бақыт мереке, отбасында әр үйдің, болсын бақ пенен береке.